Жаңа ой. Қоғам пікірі. Жаңа Қазақстан. Жаңа ой бағдарламасының кезекті шығарылымында бойына бірнеше өнер тоғысқан блогер, талантты дизайнер, миллиондаған жастың өмірі Айжұлдыз Адайбекова. Көптен күткен қонағымыз Айжұлдыз Адайбекова жаңа ой бағдарламасына келді. Саламатсыз ба, қош келдіңіз. Жақында ғана кіші қажылықтан елге оралдыңыз. Осы ниетіңіз қабыл болсын, Алла жасаған амалдарыңызы сауапқа жазсын. Осы сапарыңыз жайлы айтып берсеңіз толығырақ. Негізі ең басында мен бұл қажылықты мамам туған сестрасы бар, әпкесі бар. Сол екі кісіге бұрыннан бері балалық шағымнан бастап менде бір ой болған. Осы екі кісіні мен не болса да бақытты етуім керекпін деп. Себеп балалық шағымнан бастап мен жалғыз қыз бала болсам да мен мені қатты еркелеткен жоқ. Мен өте кішкентай кезімнен бастап еңбекқор болдым. Бүкіл жауапкершіліктің барлығын бала кезімнен өзіме алып алған адам, өзім сондай бір қызық бір түрлі жанымда. Сөйтіп ата-анама, яғни менің анама және өзімнің тәтеме сөйтіп қажылықты сыйлайын деп жүрдім, бір сәт түсті. Ол сәті қалай түсті? Шымкент қаласының жанында Арыс дейтін кішкентай қала бар. Сол жерде бір Ілес атты ұстаз мешіт салып жатыр екен. Медресе салып жатыр, мешіт салып жатыр. Ол жердегі салынып жатқан мешіттің құны 100 теңгеден басталады. 100 теңгеден қарапайым халық ақшаны жинап салып жатыр екен. Сөйтіп сол жерге бір көмек керек болды да. Мен өз атына, мен мысалы блогермін, менде аудитория бар, мен қалай көмектесем болады дедім да, бір кезде отырып сумма жинап бүкіл аудиториямен, сөйтіп сол кісіге бардым. Бір кезде сол жерден ести бастадым. Қағба туралы, Мекке, Медина туралы. Сөйтіп жүрген кезде сол жақта адамдар бір-біріне умраны сыйлап жатыр екен. Соның барлығын көрдім, бір кезде маған ол бір төбеден келген, көптен келген бір белгі сияқты болды. Әйтеуір бір себеп қой. Себеп болды. Мен сол жерде отырымда мен любой ценой мына жерден тоже бір сертификат алып сыйлау керекпін дедім да. Тура сол жерде ақшасын төлеп 2 сертификатты алдым. Сөйтіп ата-анама бердім. Бергеннен кейін бір кезде ойландым. Мен мамама бердім, тәтеме бердім. Неге мен өзім бармасқа? Мен қайда қалдым сонда? Әрине, дұрыс, дұрыс ой. Немесе аспаннан күтіп жүрем ба, ол біреу маған сыйлайды деп жоқ дедім да. Бүкіл менде қаншама контракт болды, қаншама түсірілім болды, киноға қанша съемка болды. Мені тіпті Нью-Йоркқа Fashion Weekке шақырған. Керемет. Мен бұны содан да бас тарттыңыз. Барлығынан бас тарттым да, көзім жұмып тұрып, осы умраға барам деп шештім. Себебі мен бір затты түсіндім да, адам баласы болып келгеннен кейін ешкім бұл әлемде мәңгі емес. Мен бұрын бұндай теманы айтудан қорқатын. Себебі бұл тема ешкімге комфортный емес та, қорқады адам, айтқысы келмейді. Әр адам өзін тек қана жақсы жағын, плюстарын, позитив айтқысы келеді да. Менің ойымша бұндай тематикаларды наоборот айту керек, қорықпау керек. Біз ешкім бұл әлемде, если будем честны, қонақпыз. Қонақ ешкім мәңгі емес. Мен барым, ертең мен жоқпын, мен білмеймін. Сондықтан да бір күн мен өмір сүру деген нәрсені енді түсіндім да. Қаншалықты әрбір күніме шүкіршілік айтып, әрбір күнімде ұйықтар алдында өзіме отчет беремін. Мен бүгін қанша адамға қандай жақсылық жасадым, кімді ренжіттім, мен басымен жауап беремін бұл нәрсеге. Стористарыңызда ұлыңыз Назарды келесі қажылыққа ұлыммен бірге барам дедіңіз, Иә. Бұйырса, қанша жаста ұлыңызбен бірге барғыңыз келеді? Бір айдан кейін шығар мүмкін, 2 айдан кейін шығар білмеймін. Өте тез арада барғым келеді, себебі мен андай адам, маған идея келді, мен оны жасаймын. Мен оны ертеңге... Күтпейсіз? Маған күткен дейтін нәрсе, ең ұнамайтын нәрсе. Вообще ұнамайды. Маған бір идея келді ма, мен сол моментте сол идеяны жасауға көмектесетін адамдар біріктірем да, просто жасаймын. Ол бәріне қатысты. Ал мотивацияны қайдан аласыз? Мотивацияны жүректен алам. Жүректен. Бірінші мотивация жүрекке келеді, одан кейін миға келе ме? Әлде қалай? Мотивация деген нәрсеге мен негіз қатты сенбеймін, бұрын қатты сенетін. Мотивация қазір бар, 10 минуттан жоқ. Дисциплинаға сенемін. Дисциплина. Дисциплина, мен бір затты егер бір дәрежеге жеткім келсе,
маған ұнайды ма ұнамайды ма бәрібір мен жасаймын. Жасай қиын. Бастысы адамның ниеті болса, иә? Ниет, болғанда. Ниет болса болды, мақсат болса болды. Себебі менің өзім мысалы практиканы адамда, мен сөзбен айтқанын ұнатпаймын, практикамен мен бірінші өзім бір подопытный кролик сияқты бірінші өзім зерттеймін, өзім арқылы өткіземін, содан кейін барып айтамын, өтеді ма, өтпейді ма. Сөйтіп ең бірінші өзіме өткіземін. Мен практика бойынша тіпті айтсам да болады. Ең бірінші сен өзіңе бір мақсат қоясың. Сол мақсатқа қойған кезде бітті. Фокусыңды 100% сол мақсатқа аударасың. Болды. Одан кейін, естественно, ол мақсатқа жеткен кезде өмір ақпен қара неше түрлі бір состояние болады, кейде депрессия болады, кейде тұрғың келмейді, кейде жылайсың. Қандай эмоция болса да, эмоцияны уақытымен өткізіп, сезініп, бірақ бәрібір тұрасың. Дейді, жақсы сөз бар ғой, 8 рет құласаң, 9-шы рет тұр дейді мысалы. Иә, дұрыс айтасыз. Тура сол сияқты біз адамның жалпы системасы, мен түсінген бойынша 90% ғана жұмыс жасайтын. Кез келген, мен де, сізді де негізі барлық адамдар. Себебі 90%-ға дейін адам еңбектен жұмыс жасайды да, 90%-ке келген кезде адам өшеді. Бітті мен қолына келмейді. А всего осталось 10%. Адамды барлығын шешіп тастайтын нәрсе 10% қой. Біз соған келген кезде не істейді? Адам құлайды, өз-өзіне сенбейді, мен өзіме сенбеймін, мен ешкім емеспін, өзін салыстыра бастайды біреумен. Сөйтіп бүкіл минустарын айта бастайды, сол кезде жаңа 90% жоқ болатын. Демек, адам өзінің потенциалын аша алмайды, иә? Және ашқысы да келмейді кейбіреулері. Солай ма? Never give up дейді ғой, жалпы. Ешқашан адам жеңілмеу керек. Ешқашан жеңілмеу керек дейтін, мен мықты болам дейтін мағына емес. Ты можешь быть слабым. Дегеніме жетемін бірақ. Дегеніме жетем, сен керек кезінде минуста боласың, керек кезінде плюста боласың. Просто осы балансты ұстап, мақсатына жетсең, өте оңай адам жетеді екен, қысқаша мерзімде. Және де егер адамның ойына бір мақсат келсе, ол мақсат біздікі емес, ол мақсатты бір Құдай өзі беріп тұр адамға. Демек, сол адамның сол мақсатты арқалай алатынына сенеді. Он имеет право все это реализовать. Ол адамның күші бар, ол адамның ынтасы бар. Құдай оған сеніп тұр, оған беріп тұр, ол идеяны беріп тұр. Ол идея просто так келмейді, ал космостан. Сен алда жаса соны. Иә, соны аласында жасайсың. Ертелі кеш адам бәрібір келген идеяны алады да жасайды екен. Сондықтан да себеп барлығымызда бұл әлемде миссионерміз. Әр адам миссиясы бар. Тіпті қарапайым өмір сүріп, жай ғана бір отбасыда қызмет етіп, мысалы, келіндер бар ғой, келіндердің өздері де миссионер. Ол да миссия, үлкен миссия адамның басына берген. Очень сложная миссия, вот честно. Сол миссияны атқара алдыңыз ба? Егер шын мәнісінде өзіңізге былай отчет берсеңіз. Атқара алдым ба, атқара алмадым ба, оны болашақта көре жатармын, себебі мен оны әлі білмеймін қалай. Әлі мүмкіндік берген жоқ сізге ондай. Иә, оның барлығы бір Құдайдың еншісінде уақыт көрсетер. Бірақ не болса да, мен жалпы айтатын, әр адам өзінің миссиясы бар. Иә. Кез келген жерде миссиясы бар. Сондықтан да адам миссиясынан қателеспеу керек. Профессияны адам күніне да жылына 1000 рет өзгертсе болады. Мен өзімді іздеген кезде мен талай профессиямен айналыстым. Енді сіз амбибап универсал адамсыз ғой? Иә. Мейкап артисте болдым, суретші де болдым. Я вообще мектеп кезінде портрет салып, соны сататын. Менің табыс көзім сол болатын. Бірінші портретіңізді қанша жасыңызда саттыңыз? Есіңізде ме? Неше? 15-16 жасымда сатқан шығармын. 60,000-70,000 табатын. Керемет, керемет. Демек, сұраныс та бар ғой сіздің портреттеріңізге? Жоқ, менде іште сенім бол. Мен сата аламын деген сенім болды. Мен ондай, ол кезде азып бара жатқан бір художник емеспін. Бірақ менің ішінде сенім бар. Маған жоқ дегенде күніне осынша адам келеді. Я ничего не знаю, я такая, все. Менде сенім бол. И осы сенім адам энергетикасы беріледі ғой. Басқа адамдар осы энергетиканы сезеді. Олар келеді, олар түсінеді. Енді адамдар әртүрлі ғой, Жұлдыз, иә. Кейбіреулері әмбебап болғысы келеді. Әр саладан бір нәрсені білгісі келіп, көргісі келіп жүреді. Ал кейбіреулері бір саланы алады, бір бағытты өмірінің соңына дейін жеткізеді. Және сол сол саланың майын тамызған адамның жанында мен бұл нәрсені білмеймін, менің қолымнан келмейтін шығар деген өзіңізде бір сезім болмай ма? Болады. Ол адам осыған лайықты шығар, мен лайықты емеспін деген сезім бола ма? Болады, конечно. Себебі мен
пенде болғаннан кейін. Мысалы портрет демекші қаншама суретшілер жүр, иә? Өмірінің кішкентай кезінен бастап өмірінің соңына дейін тек портрет салады. Бірақ бір адам келеді де, мысалы универсал, және өзінің киімін немесе портрет салып, дизайнерлікпен айналысып, табысын тауып жүреді. Әлде қолынан келсе қолшыңнан бас деген ұғым ба бұл жерде? Жоқ, бұл жерде мен бір нәрсені ұстанам, осы ұстанымды барша жанға айтқым келіп тұр қазір. Мен еститін. Иә. Менің аяғымдағы мына ботинкам 38 размер. Сіздікі 39 мүмкін. Иә. Мен сіздің туфлиіңізді киіп жүре алмаймын. Маған ыңғайсыз, біріншіден мен биік өкше кие алмаймын. Екіншіден ол маған үлкен. Сіз менікін кие алмайсыз. Себебі менікі тар болады. Иә. Тура сол сияқты әр адамның өзінің жолы бар. Бұл бірінші қағида. Екіншіден, жанындағы адамың, досың, ұстазың маңызды емес. Президент болып кетсе де, ол сенің іштегі жаныңның тыныштығы мен сезім тазалығын қозғамау керек. Кім қандай дәрежеде болса да, тілекші бол, бірақ сенің өзің жолың бар, осыны ұмытпа. Себебі негізі адам осы қағиданы ұстанса, ешқандай да депрессия состояниесі, опустошение души, ондай состояние болмайды. Әсіресе жастар сондайға бейім, иә? Біреумен салыстыру дейтін идеяны жалпы өзіңнің лексиконынан, іштегі состояниеңнен бәрінен алып тастайсың. Ешкіммен салыстырмау керек. Тек өзің барсың, өзіңнің мақсатың бар алда, иә? Осы ғой. Сен өзіңді салыстырдың дейтін нәрсе, сен өзіңді сатқанмен бірдей. Себебі біз бұл әлемде бір ғана адамға жауаптымыз, ол өзіміз. Әр адам өзіне жауапты. Дұрыс. Тіпті, мысалы, біздің ең үлкен қателігіміз, неге адам өзін біреумен салыстырады? Баланы қарасаңыз, бала өзін ешкіммен салыстырмайды. Кішкентай бала эмоцияны ұстамайды, ол бір нәрсе ұнайды ма, ұнайды, ұнамайды деп бетке жалп етіп айтады. Ол бала қорықпайды. Ол бала еңбектейді, еңбектегеннен кейін құлайды, тұрғаннан кейін, ой, еңбектесем, ой, мен жүре алмаймын деп жүрмей кетпейді ғой. Әрине. Ол жүреді, мысалы. Иә, ары қарай талпынады, ол сөйлейді. Ол ешкімге қарамайды. Ол жылап өзінің керегін бәрібір алдыртады. Тура сол сияқты осындай кішкентай 2-3 жасар іштегі бала состояниесі ол бізде бар. Менде де бар, сізде де бар. Осы бала состояниесін біз өлтіріп тастағанбыз. Көп адам көзін жұмған. Неге? Себебі өзің біреумен салыстырасың. Мысалы, иә? Ал по факту даже если элементарно былай қарасаң, әр адам өзінің уақыты бар өсетін, әр адам өзінің фортунасы бар. Даже қазіргі уақытта бір дәрежеге статус ұстап тұрған адам, ол статустан кетеді ертең. Иә. Себебі любой адам өзінің уақыты бар. Әр нәрсенің дәуірі бар дейсіз ғой, иә, дәуірі бар. Конечно. Бәрі жақсы көреді ғой, мысалы, Бейонсе'ді, иә, жақсы көреді, не знаю. Сейчас в топе, допустим, Билли Айлиш, да, жас әнші, Америка құрама штатында. Он өзінің уақыты қазір, шарықтау шегі. Ертелі кеш, оның орнына басқа Билли Айлиш шығады, мысалы. Конечно. Тура сол сияқты біреуге қарап, сынудың қажет жоқ, сенің де өзің аларың, уақытың әлі алда. Енді осы салыстыру тақырыбында кішкене ары қарай осыны тереңірек зерттесек, мүмкін ата-аналар кінәлі шығар. Кішкентай кезінде бала өсіп, өзі дамып келе жатады. Бірақ өсе келе елдің баласы андай, елдің баласы мынадай, қарашы мынаны не істеп жатқанын деп баланың амбициясын төмендетіп, баланың сенімсіздік қасиетін кішкене ары қарай дамытып жіберетін шығар мүмкін. Негізі мен де бұрын солай ойлайтын, бірақ келе-келе бір нәрсені ұғындым. Қазір айтады, надо прорабатывать детские травмы, надо прорабатывать то, сё. Бір проработкадан миллиард проработка шығады. Каждыйына сен уақытың жоқ прорабатывать. Әрине. Сондықтан да ең абзалы өткен шақ өтті. Өткен шаққа барам десең де бара алмайсың. Ол өтті. Ол тағдыр. Біз пока өз тағдырымызды мойындамай, оны қабылдамай, ары қарай ешқандай бізде левелап болмайды. Сондықтан да бұның барын қабылдап, адамды қалай бар, солай қабылдап үйрену керек. Себебі ең үлкен қателік, мы пытаемся всех перевоспитать. Ата-анамызды, басқаша бір, білмеймін. Өзіңіздің бейнеңіздегі адамды қалыптастырғыңыз келеді. Өзің современный болсаң, мамаң айтасың, оған қанша жин Gucci Prada кигіз, ол бәрібір современный болмайды. Ол бұрынғы СССР-дің адам, мысалы. Иә. Абзалы, ол қандай кезде тіпті үлкен ата-анаға біздің баланың советтері өтпейді. Себебі
біздің анамыз 9 ай бойы бізді көтерді, біздің бүкіл минус плюсымызды жатқа білетін адамдар. И сөйтіп кішкентай біз ата-ананың көзінде бәрібір кішкентай бала болып көрінеміз. Сол кішкентай бала келіп өзінің советтерін айтса, ол ата-ана тыңдамайды. Қабылдамайды. Тіпті бір мынандай практика бар, мен психология кітабын оқыған кезде, ата-анаға бір нәрсені жеткізу үшін сен бала позициясында болуың керексің. Сен анаңнан биік тұрып бірдеңке айтсаң, ол оңбайды. Қабылдамайды сені. Мейлі. Бұлай дейді, түсіндіріп көрші мамаңа. Түк түсінбейді мысалы. Үйретуші емес, шәкірт ретінде қарау керек қой. Ол түсінбейді, ол сен не айтып тұрсың деп тұрады. Ал егер сен анаңнан кішірейсең, мысалы элементарно тізеңе келіп, бүйтіп отырып, мама, анашым деп айтып келіп бірдеңкені түсіндірсең, всегда мамаңнан төмен сөйлесең, өзің төмен ұстасаң, сол кезде бар бұл кісі біртіндеп айтылған информацияны қабылдай бастайды. Сондай нәрселер бар. И бұл біріншіден. Екіншіден, мен ата-ананы кінәлау дейтін нәрсеге жалпы қарсымын. Себебі ата-анаңның да өзінің ата-анасы бар. Олардың да тағдыры оңып тұрған шамалы. Честно, извиняюсь. Себебі, мысалы, Ванган өзі бұрын 2012 деп не үшін айтты? Конец света деді ғой? Это не конец света. 2012 эзотерикадан егер зерттейтін болсақ, ол бұрынғы старый мышленияның өлген заманы деген. Заманы өсіп кетті. Себебі 2012-ден бастап, мысалы, карта желания, сила подсознания, искусство подсознания, мысли материальный дейтін тематикалар неге резко өсіп кетті. Қазір таңда, мысалы, екінің бірі психолог, коуч, мотивация, чакролог, нумеролог, не үшін? Себебі біздің жеріміз, мысалы, біздің планета жаңа эра, жаңа уровеньге, жаңа заманға өтіп жатыр, мысалы. И сол кезде адамдардың мышлениясы, тіпті қазірдің өзінде жалғыз мен емес Меккеге барып келген. Өте көп адамдар барып келіп жатыр. Блогерлерді қарасаңыздар да қазір в открытую пост салып жатыр. Оның барлығы нені көрсеткіші? Қазіргі система, заман өте тез дамып жатыр. Өзгеріп жатыр барлық нәрсе. Қазір егер сен элементарный практика 10 күн бойы бір Құдайдан тілеп, қалауыңды тілеп, медитацияны жасап сөйтіп сұрайтын болсаң, ол саған 10 күнде беріледі. В какой степени сейчас уже все намного быстрее. Қазір бұрынғыдай 3-4 жұмыста жасап, ойбай ақшаны қайдан табам дейтін заман емес. Сейчас намного все легче. Просто өзіңе біріншіден рұқсат ету керек, өзіңнің система мышленияңды өзгерту керек, міндетті түрде. Себебі адамның миында не болып жатыр, қандай каша, сенің өміріңде сондай. Болды, басқа ештеңе ақыл айтуға жоқ. Барлық нәрсе мидан кетеді. Любой нәрсе мидан кетеді. Мида не болып жатыр, сол нәрсе біздің миымыз негізі қай жерде шындық, қай жерде шындық емес екенін түсінбейді. Мысалы, сен 10 күн бойы фильм ужасқа баршы, 10 күн ужастик көрген адам, сенің миың бұл адамның қалауы осы дейді да, сенің өміріңе сондай ужас состояниені өзіне тарта береді. И мы еще удивляемся. Жаратушы соны жібереді. Мы еще удивляемся, неге бұл мен тағдырым не болып кетті дейміз. Мы сами это притягиваем. Психосоматика деген содан шыққан ғой. Конечно, сондықтан да маңызды емес, сен қай жердесің, состояние қандай, үйің жоқ па, күйің жоқ, ақша. Это не важно, это ничего не решает на самом деле. Бұл ештеңені шешпейді. Сенің іштегі состояниең дұрысталса, болды, сен ақшаңды да толтырасың, қарныңды да тойдырасың, керек десең миллионер болып, өміріңе махаббатты да тартасың. Филантроп болсаң да болады. Бұл дейтін уақыттың еншісінде. Бұл дейтін тек қана сен оны бір Құдайдан сұрайсың, сұрағанға Құдай береді. Есікті қақсаң, мен есікті ашамын дейді. Ал енді Қабаны көрдіңіз ғой өз көзіңізбен, қандай сезімде болдыңыз? Қандай көңіл күйде болдыңыз? Бірінші ой қандай болды? Мен сразу айтайын, көп адамдарды көрдім, қақпаға барып жылай сала, менде ондай эмоция болған жоқ. Себебі 5 саусақ бірдей емес, әр адам әртүрлі. Сосын қағбаның алдында әр адам әртүрлі сыналады. Сіз қалай сыналдыңыз? Мен көрдім, болды па идея. Бірінші күні барған кезде менде 0 эмоция болды. Мен еще тұрымда, неге мен жыламай жатырмын? Неге мен қатып қалған адаммын дедіңіз ба? Со мной не так, дейтін. До такой степени я грешный человек деп ойлады. Не вот мен қатты күнәһар адам ба, неге мен жылай алмай жатырмын? Что со мной не так деп өзіме сұрақ қойып өзімді іштей жей бастадым. Еще список тілек жазып келген ғой, қайдағы ана тілек мимо жоқ болып кетті ана жерде. Тұрмын, пустота, опустошение души болып тұрмын. Қағбаға қараймын, түсінбеймін. Бір кезде сондай бір түрлі эмоция болды. Екінші күні менде кішкене бір қалай айтсам болады, бір агрессивный состояние болды. Агрессия пайда болды, тамағымда комок пайда болды, и өзімді бір түрлі сезіндім, кішкене жөтеле бастадым, сондай бір қатты қысымда болдым. Үшінші күні Қағба барында я сдаюсь дедім. Я сдаюсь, мен
тек қана просто құл екен. Мен бүгін бармын, ертең жоқпын. Қарапайым Құдайдың құлы екен болды. Бардым. Соны сездіңіз? Сездім, 3 сағат жыладым, сенесіз ба? 3 сағат. Үшінші күні 3 сағат жыладыңыз? Иә, мен сынағым сонда. Иә. Үшінші күні барып, я только раскрылась. Мүмкін бірінші күні эгом болған шығар. Білмеймін ғой, мен қандай эгом бар, не екенін. Ол да бір Құдайдың сынағы дейсіз ғой? Конечно. Енді ол жаққа мен Айжұлдыз, мен блогерім, ойбай деп қалмайсың ғой. Иә. Әрине. Хоть 18 миллион подписчигің болса да, кім болсаң да. Президент барса да саған бәрібір ол жерде кім бар. Себебі ол жерде байың да кедейің де тең. Бір деңгейде. Ол жерде ешкім ойбай сен блогерсің деп суретке түспейді. Бәріне ек қойың бір сом. Ол жерде әр адам өзін қарап басын ғана ойлап барады екен. Себебі бұл да әрбір мұсылман жанның парызы ғой, 5 парыздың бірі. Кіші қажылық, үлкен қажылыққа адам бір рет болса да бару керек. Негізі адам ниеттенсе, любой адам бара алады. Құдайдан сұрау керек. Өзің бір кішкене қадам жасауың керексің. Аспаннан түседі деп күтіп отырмай, тілек хотя бы жоқ дегенде тілек бастау керек. Сұрау керек Құдайдан. Сұрағанда Құдай береді, бермейді емес. Ол әрбір өзінің құлын жақсы көреді өте қатты. Себебі бізге былай түсіндірді, Құдай өзі бір ғана процентімен бүкіл әлемді жаратты. Бір планетаның өзінде 7 миллиардтан астам жан бар, Ол әрбір жанның арасында қаншама махаббат сезім бар. Махаббат сезім тек қана әйел мен күйеу емес, сонымен қатар бала мен анасының махаббаты, жануарға махаббат, табиғат махаббаты, музыкаға махаббат, профессияға махаббат, білмеймін, даже тіпті картинаға махаббат, курсқа махаббат деген өзі, это махаббат по-любому. И соны 1% жаратқан Құдай 99% мейірімін әрбір пендеме берем деп беруге дайын ұстап тұр. И өзімізге ступор андай рамка қоятын өзімізді. Мы сами себе создаем рамки. По сути, их нету. Мына мидағы шектеу, ол мидағы ғана шектеу. Мидағы шектеу, мына түпкі тамырын ішке жаятта, и ол іштегі дисгармонияны пайда қылады да. Адам өз-өзіне сенбейді, өзін салыстыра бастайды, депрессия болады. Анау адам тола бастайды. Не үшін? Себебі іште өзіне өзі қарсы келеді, өзінің табиғатына қарсы келеді. Ал іште адам табиғаты бойынша каждый человек это индивид. Әрбір адам лидер. Әрбір адам это свободная личность, свободная душа. И осы сәтте обществоға лидер керек емес, қазіргі заманда бүкіл әлемге лидерлер керек емес. Неге олай емес? Себебі вот посмотрите, элементарно, мектепте сіздерде осындай эзотерика темасы болды ма? Жоқ, ол кезде болған жоқ. Психологтар кабинетін ашқан жоқ, либо ішуге кетіп қалады, сондай ғой? Оларды психолог деп айта алмайсың да. Психологтың өзіне психолог керек, телефон лақтырып атады. Неге? Себебі общество, бұның барлығы системаға, мысалы, лидер, любой адам табиғаты бойынша лидер. Бала туылған кезде ол ештеңеден қорқпай туылады. Потом барып неше түрлі заттарды естиді, мысалы, неше түрлі жағдайдан өтеді, ата-анасы запрет қояды, рекламный роликтер қарайды, неше түрлі заттарды қарап-қарап, ол адам закомплексованный, просто робот болып неге келеді. И потом этот человек ходит всю жизнь, прорабатывает себя. Вот в чем дело. Ал осы әлеуметтік желілер лидер болуға кедергішін жасармай ма? Қалай ойлайсыз? Кедергі ғой. Адамдар сол жерден салыстырады ғой. Неге ана қыздың өмірі осындай, неге менің өмірім осындай? Вот гаджет. iPhone. Неге сізде iPhone, менде неге Samsung деп қызғанатын да қыздар бар ғой, дұрыс па? Оның барлығы система ғой. Просто мен сізге былай түсіндірейін. iPhone-да iOS системасы бар. Ол айына бір рет обновлениен сұрайды. Даже телефон себя обновляет раз в месяц, а мы нет. Біз өмір бақи, кейбір адамдар өмір бақи өзін обновлять етпейді. Сондықтан да, я вообще советую әрбір адамға беретін кеңесім, следите за тем, что, на кого вы подписаны. Мысалы, қазір никому не секрет, Инстаграм бар, Инстаграм бар, Ютубта қарайсыздар, сіздер Телеграмда оқисыздар, неше түрлі бағдарлама қарайсыздар. Вот кімді қарайсыздар, сол нәрсе миыңызда жатып, сол нәрсе сізге тартылады. Я вообще рекомендую отписаться от всех ненужных людей. Біреудің көңіліне қарап, біреу, ой, блин, мен танысым ғой деп подписка жасаған қажет жоқ. Если кто-то вас не вдохновляет, егер сіздерге негативті бір установка, просто так сондай бір заттарды беретін болса, просто отпишитесь. В этом нету ничего такого. Ол сіздердің бір, мен крутой болып кеттім, мен өзімше болып кеттім дейді мағына емес. Нет.
это self-care, да, как Иә, говорится. да. Бұл адам өз-өзін кішкене күту керек. Воспитывает себя. Это воспитывать себя, это нужно следить. Это все равно, что мысалы адам диета ұстаған кезде өте қатты, мысалы ойбай мынаны жемеймін, мен алманы жеймін деп мұқият болады ғой. Тура сол сияқты сен кіммен сөйлесесің, сенің обществоң кім, мұқият болу керек. Ал сенің қасында обществоң ол лидерлер болу керек. Сенен 10 есе, 100 есе мықты. Себеп бізде Мықты тұлғалардан қорықпау керек дейсіз ғой. Вообще қорықпау керек. Сенен 1000 есе миллиардер тұрса, сделай шаг, подойди к нему, начни общаться. Сұрақ қой. Иә. Бізде мынандай установка бар да, любой миллиардер бір өзінше бізді менсінбейді, ой, Гуччи, Прада, Луи Виттон, анау мынау, өзінің личный самолетмен жүреді, ой, я недостойна дейсің. Какой там, ол адамдар наоборот намного проще. Ол адамдар өте простой адамдар. Қарапайым. Қандай сұрақ қоясың, сұрағыңа жауап береді. Себебі ондай жандар, кез келген лидер адамдар нөлден бастаған. Но я еще не видела таких лидеров, которые прям туыла сала болады. Ешкім аспаннан салбырап түспейді ғой, әрине, иә. Енді бір королевский семьяда тумаса, білмеймін. Елизаветтің туысқаны болмаса, басқасын білмеймін. Кез келген лидер 1000 рет құлап, 1000 рет жылап, талай ешқандай поддержка болмаған состояниеде болған жандар. Олар өте қатты сені түсінеді. Сондықтан да сен қасында өзіңнен 1000 есе күшті адамдармен қоршап тастауың керексің. И қадам жасаудан қорықпай, солармен сөйлесе бер. Сұрақ қой, көмек сұра. Егер сенде бизнес идея, план болса, мысалы, солардың барлығын ол кісілерден сұрап, поддержка, білмей, инвестор тапсаң болады өзіңе. Бір проект болса, почему бы нет? Инвестор сұра, қадам жаса. Давай битик, сөйтейік, план құр. Сөйтіп сенде команда бастады. Ең бірінші команда ол өзің. Сен өзіңнің ішкі өзіңмен дос болуың керексің. Іштегі бөліктермен, іштегі минус плюстармен дос болып, сен бір команда дейтін состояние келесің. Өзің команда болған кезде, өзің жүйе болған кезде, жан жақтағы лидерлер, олар и так они сами подтянутся. Дұрыс айтасыз. Енді менің дінге байланысты тағы бір сұрағым бар. Алла күміс есігін жапса, алтын есігін адамға ашады дейді. Осы ұғыммен келісесіз бе? Сізде осындай сәттер болды ма? Күміс есігін жапты алдыңызда, бірақ алтын есігін айқара ашты. Мен ойымша, бұл барлық адам өмірінде болды. Болып жатыр, немесе болады. Себебі бұл адам, кез келген жан бұл өмірде сыналады. Ол сын карьера арқылы келу мүмкін, отбасы арқылы келу мүмкін, ата-ана арқылы келу мүмкін. Әр адамдар түрлі. Біреу жастайынан ата-анасын жоғалтылды, жетім. Кейбір адамдар детский домнан пайда болды сынақ. Мысалы, менің де жеке өмірімде сынақ болды. Енді никому не секрет. Просто ол да өзінше қиын ғой бәрі. Мысалы, менде бір құрбым бар. Жақында өзінің кішкентай баласынан айырылып қалды. Мысалы, то есть әр адам сыналады. Бірақ осы сындар бұл сол моментте бізге минус болып көрінеді ғой. Это больно, это несправедливо. Почему я деген сұрақ туындайды, иә? Бұл жерде сенде Құдайға дейтін реніш болуы мүмкін, иә? Вот у всех все хорошо, неге маған кезде мен тағдыр мынандай болып кетті дейтін сұрақ болуы мүмкін. Бұл сұрақты любой адам басына қиыншылық түскен кезде, любой человек это испытывает, это нормально. Себебі біз енді минус пен плюс біз ұмытпайық. Біз періште емеспіз, біз қарапайым пендеміз. Сондықтан да, бірақ осы ситуацияны адам өмірінде болатын қиын ситуация, ол сенің өмір бақи алға жетелейтін бір мотивацияң болып қалады. Бұл бәрі бір күш. Себебі сен, мен егер өзім опытынан айтатын болсам, қатты қиын ситуация болады ғой. Бір момент болды, мен жалғыз өзім қалып қалдым. Бір айда 3 операция жасады маған, мысалы. 3 операция, маған до такой степени уже обезболивающие дәрілер действовать етпеді. Мен аяғым істемей қалған момент болды. 3 операциядан кейін. И сөйтіп, кішкене демалсам, денем ауырады. Ол жерден қайдағы мотивация, біреу келіп мотивация берсе, тапчикін аласың. Маған ақыл айтпашы дейтін дәреже болды. Вот сондай қатты қиыншылық кезде менде тоже состояние болды. Почему именно я? Мен еще ол кезде ойлана бастайды екенсің. А вдруг мен ата-анам кезінде бірден кесте қойды, а я сейчас это отрабатываю, короче, сондай состояние болды. Сөйтіп, әбден бірінші отрицание болады, стадия. Ты отрицаешь. Одан кейін барып сен әбден жылайсың, көнесің, принятие басталады. Вот как только принятие басталады, сенің іштегі жан қалпың бір состояниеде болады. И сөйтіп сен андай төменгі
дноға түстің ғой. Иә. Сен ол жерде өзіңе маска киіп біреуді строить етудің қажеті жоқ. Сен ол жерде бір дно состояниесіне түстің. Дноға түскеннен кейін барып сен аяғың жерге тірелді ғой. Тірелген кезде барып сезінеді екенсің. Оказывается, это не так страшно. Оказывается, депрессияның да бір өзінің бір шегі бар екен. Концовкасы бар екен. Сөйтіп жан-жағыңа қарайсың, тұрасың, қайтадан барып сосын Басыңды көтересің. басын көтересің, қайтадан ұшасың. Бірақ бұл жерде ұшқан кезде скачок өте тез болады. Себеп бұл жерде бірнеше энергия бар. Бірінші энергия сен обнулилась, сенде ноль состояниесі болды. Себеп бұл жерде сенің іштегі эгоң, іштегі мен деп тұрған нәрсең өледі, сен дноға түсесің. Екіншіден, сен дноға түскен адам ноль состояниесінде болады. Ноль состояниесінде адам кез келген энергия, мотивация, өзіне қойған мақсатты өте тез орындайды да. Сондықтан да осы барлығы бірге жұмыс жасап, и плюс бұл жерде агрессивная мотивация бар. То есть я всем докажу дейтін нәрсе бар, я всем покажу, мен әлі өсем дейтін состояние болады. Немесе адам агрессиямен өсіп кетеді, но бұл жерде агрессия өте жақсы рөл ойнайды негізі. Солай ма? Талпыныспен өсіп кетеді. Я тебе докажу дейтін нәрсенің өзі сен бірталай нәрсеге апарып тастайды. Это тоже хорошо. Лучше сол агрессияны осындай жақпен қолданып кетеді. Жағымды жағынан қолдану керек, иә. Дұрыс. Жақсы жаман эмоция жоқ қой, білесіз. Иә. Енді сіздің блогерлік негізгі тақырыбыңызға оралсақ, негізгі сіздің мамандығыңыз десек болады қазіргі таңда. Осы блогерлік өнеріңіз өрге жүзбесе егер ол болмай қалған жағдайда, ары қарай да осы әмбебаптығыңызды жалғастыра бересіз бе? Әр салада бір нәрсе жасап, өзіңізді көрсетіп жүресіз бе? Әлде басқа бір бағытты алып, осы бағытпен ары қарай өміріңізді жалғастырасыз ба? Осында ой болды ма? Жалпы. Мен бір нәрсеге сендім. Менің ең ұнайтын затым ол творчество. То есть мен творчествода өлмейтінін білем. Жалпы өнерде боласыз деп ойлайсыз, иә? Блогерлік болмаса. Себебі мен өнер адаммын. Менің мамам да, менің марқұм әкем де өнерлі адамдар. Мен мамам енді өте танымал. Білмейтін жанр болса, танымал артист, әнші, актриса. Жанар Айжанованың қызы Айжұлдыз, білмейтін адамдарға. Ал менің марқұм әкем, ол кісінің өзі творчествоға жақын болады. Немен айналысты? Ол кісі негізі суретке жақын болады. Суретке, художестволық жақын болады. Оның өзі маған берілді. Енді қарамайсыз ба, генетика деген қандай күшті нәрсе, иә? Мен екі осындай өнерлі адамның қосындысынан пайда болған жанмын. И менің бұл жердегі мақсатым, мен ең бастысы мен әрдайым өзімді тыңдаймын. И мен қазір жүрегіме сұрақ қойдым ғой, мен бұл сұрақты өзім жүрегіме қойып отырмын. Айжұлдыз, сен шынымен қазір елестетші, ештеңе жоқ, немен айналысқың келеді? Мен жүрегім творчество дейді. Өнерге кетесіз. Ол қандай өнер, өзіме ұнайтын бір өнер саласын таңдаймын да, сол өнермен жүремін. Бірақ менің ең қатты жақын өнер, ол әрине это все, что связано с проектом, с камерой. Мүмкін актерлық жақ болуы мүмкін, мүмкін әншілік болуы мүмкін. Себебі ол мен қанымда бар. Я чувствую себя как рыба в воде. Мен өзімді өте күшті жеңіл сезінемін. Мен солай ойлаймын жалпы. Бұл тап қазіргі сізге жауап беріп отқан сұрағым, а по сути есть такая вещь, не зарекайся дейді. Мен ертеңгі күн не болатынын білмеймін. Ертең немен айналысатыныңды да білмейсіз. Мен өте құбылмалы адаммын. Себебі маған бір идея келді ма, мен жасап кетемін. Сол идеядан тағы бір идея шығады. Сөйтіп мен өзімнің бір системам пайда болды. Мүмкін бизнес-вумен болатын шығарсыз. Кім біледі, иә? Бизнес бір шетінен бар менде. Просто мен ол жақтарын ешкімге айтпаймын да. Айта алмаймын ба, білмеймін. Ол да менің бір нем шығар. Мен балалық шағымнан бастап мама үйретті да, айқайлама қатты, менде мынау бар деп. Тіпті менің өзім кейде инстаграмға, сторисқа тамақ салған кезде өзім бір түрлі боламын. Себеп менде миымда мынандай зат бар. Мені қазір аш адам қарап отырса, мен оны қызықтырдым ғой дейді. Иә, осы дұрыс қой. Осындай позицияда болу керек блогерлер. Мен де сөйтіп ойлаймын. Өзімді ниже плинтуса сезінемін да. Как будто мен бір өзімше болып көрсетіп, вот смотрите, менде мынау бар, мен тіпті кейде өзім бренд киімдерін көрсеткен кезде де бір түрлі болып. Бірақ бір шетінен бұл да негізі комплекс. Бұл комплекс білмеймін, мүмкін ата-анадан келген шығар, мүмкін ата-әжемнен келген шығар. Негізі бұл комплекс. Себебі бір зат дүние бар, никто никому ничего не должен.
Әрине. Сен егер бәрін құтқарам, бәрін жанынан шығам десең, сен Құдайдың рөлін өзіңе алатсың деген сөз. Ал Құдай әрбір пендесіне өзінің тағдырын беріп қойған, әрбір пенде өз тағдырымен өмір болды. Иә. Бір шетінен былай бар, бір шетінен өзім осы ұстанатын бар. Сол үшін мен пока нақты айта алмаймын. Ал жаман адам ішкен жегенін көрсетеді деген нәрсеші. Ол да бар емес пе? Бұл, знаете, бұл екі ойлық нәрсе да. Себебі сен адамға өзіңнің байлығын көрсетсең, кейбір адамдар оған қызығып, ренжіп қалуы мүмкін, кейбір адамдар мотивация алып, сөйтіп байып кетуі мүмкін. Бұның екі ұшы бар дейсіз ғой? Иә. Тура сол сияқты, мысалы мен бір тамақ салам ба, қымбат ресторанда отырмын, тамақ салам ба, онда екі бір жағы бар. Бір адамдар қарап, блин, она там кушает где-то в таком классном заведении, я тоже так хочу, деп, ода мотивация пайда болады. Кейбір адамдар аш отырады да, блин, әттең дейді, ол қарны ашады. Вот видите, екі нәрсе бар да, я пока сама не знаю, как с этим разобраться, пока өзім білмеймін. Білген кезде сізге мүмкін жауап беремін. Жарайды. Честно. Ал өнер демекші, мен сіздің анаңызға хабарласқан кезде, енді сіз телефон тұтқасын көп уақыт көтермедіңіз, содан кейін не істерін білмей Жанар Айжановаға хабарластым. Айжұлдыз қызыңыз қайда? Жоқ болып кетті ғой дегенде, Жанар Айжанова былай деп жауап берді. Өзім де білмеймін, 3 күн болды, қызым кино мұрнынан тіреліп, бір емес 2 кинода бірақ түсіп жатыр деді. Мен сол кезде түсіндім, Айжұлдыз занята. Қандай кино? Оны қашан көреміз? Бұл екі полнометраждық өте үлкен кино. Бірақ қазір таңда мен 4-ші киномда түсіп жатырмын. Бұның барлығы 2023 жыл бұйырса шығады, барлық кинотеатрлардан, және де арасында менде бір-екі кинофестивальға өтетін бір-екі проекттер бар, әлемдік дәрежеде. Мен Құдай қаласа бәрі бір алланың еншісінде. Сіз басты рөлді сомдадыңыз ба? Басты рөлді сомдадым. Екеуінде де? Керемет. Үшінші кинода да мен басты рөлді сомдадым, бірақ бұл жерде бір қызық нәрсе бар. Айтып берейін ба? Әрине. Мен киноға келу өте қызық болды. Негізі мен соңғы рет 2019-да ма соңғы рет түстім. Тақияс періштеде сериалда түскен болатын. Одан кейін барып, мен киноға қызығушылығым мүлдем өліп кетті. Вообще киноға түспеймін, болды, осы соңғы түскен, осы деп кеттім. Білмеймін не үшін. Сөйттім да мен дизайнерлікке кетіп қалдым. Дизайнерлік мамандығымды бастадым, сөйтіп Қазақстан Fashion Week, Visa Fashion Weekке қатыстым. Одан кейін Нью-Йоркта менде бір-екі өзім связдарым бар. Мысалы, сол жаққа өзім коллекциямды жіберем деп ұмтылдым, бүйттім, сөйттім. Сол жаққа барайын деп тұрған кезде, бір кезде бәрібір ана киноға дейтін махаббатым өшкен жоқ екен. Тартылып тұр. Сөйтіп өз-өзімді түсінбедім, не болып жатыр ішкі әлем дедім да, барлығынан отказ беріп, осы буквально 2-3 ай бұрын билет алдым да Таиландқа ұшып кеттім. Өзім. Ешкімді алған жоқпын. Мен бір қиналған кезде, сұрақ бар кезде мен кетіп қалам. Жалғыз. Ешкімге айтпай кетемін. Жалғыз кетіп қалам, өз-өзіммен отырам, практикам жасаймын, медитациям жасаймын, сұрақ қоям өзіме. Күнде сұрасаң аян беріледі ғой. Тіпті мынандай нәрсе бар. Тахаджуд уақыты бар, Тахаджуд уақыты, қателеспесем, түннің уақыты, адам түнде тұрады, 2 ракат намаз оқиды. Намаз оқиды, 2 ракат, и Құдай бүйтіп айтылған. Тахаджуд дейтін дүние, бұл, это как волшебная палочка. Егер сен өмірінде бірдеңке жетпей қатты қысылып тұрсаң, сен, ты хочешь там выйти замуж, но сен шаршап кеттің, уже адамдарың жоқ сенің. Жігіттерің жоқ, ешкім саған келмейді. Но ты хочешь, немесе сен бір мықты тұлға бай болғың келеді, капец, что все тебе завидовали. Сондай адам болғың келеді, а что тут такого? Бірақ сенде 1 грамм ақша жоқ, қанша проектте пахать етіп, бірақ бәрібір сенде табыс жоқ. Вот қатты адам шаршайды ғой, енді пенде болғаннан кейін шаршайсың, әрине, қиындықтар болады. Вот сол кезде түнде тұрып, тахаджуд намазына адам күнде хотя бы 1 ай көлемде намаз оқып, осы затты сұрайтын болсаң, тахаджуд уақытындағы тілегің вообще никак қайтарылмайды. Ол по-любому болады. Міндетті түрде басын кесіп алса да ол тілек қабыл болады дейді. Міне, жастарымыздың құлағына алтын сырға. Ол, мысалы, намаз оқу білмеу мүмкін істер, Ол ештеңе етпейді, просто хотя бы тахаджуд уақытында тұрып ниеттенсеңіздер, осының өзі сіздерге өте үлкен көмек негізі. Себебі біз Құдайдан қашып ешқайда бара алмаймыз. Біздің жаратушымыз бір Алла, біз бәрібір түбі соған барамыз. Сондықтан да жаратушының өзінен прямой истоктан сұрау керек. Сұраудан қорықпау керек.
дұрыс. Себебі Аллах тағала ол естуші, ол көруші, ол сен ішінде болып тұрған нәрсен Барлық прекрасно нәрсені біледі, біледі. айтпай. Адамды жаратқан кезде ең бірінші мына жүректі жаратқан екен. Сол үшін не үшін мен постоянно даже өзім, жалпы өзім нелерім бар ғой, курстарым бар, марафондарым бар. Мен постоянно айтам, жүректеріңді тыңдаңдар. Себебі ең бірінші Құдай жүректі жаратқан. Құдайды қайдан іздейін десең, мына жақтан іздейсің. Ол сенің ішінде бар. Ол Құдай аспанда отырған біткен бір адам емес, ол бүкіл жерде бар. Ол сенің ішінде бар, менің ішінде бар, мысалы, картинаның ішінде бар, светтің ішінде бар. Любой жерде бір Құдай бар. Любой жерде. Біз оны сезіну керек. Біз сезім функциясымен ғана өмір сүреміз. Себеп біздің өзіміз негізі жанбыз. Біз қарапайым жанбыз. Мы просто душа, на самом деле. Душа дейтін мультикті көргендер бар ма? Жоқ, Я вообще советую, очень классный мультфильм «Душа». Головоломка дейтін бар, эмоции, сезімдер туралы. Посмотрите, очень крутой мультфильм. По-моему, Pixar или Disney. Сөйтіп ең бірінші жүректі жаратқан. Ал жүрек ол біздің тугис, грубо говоря. Мысалы, сен бір жаққа барар кезде тугис болмаса, сен миллион рет айналып адасып кетесің. Тугиспен намного легче. Әрине. Подсказывай, саған айтып тұрады. Тура сол сияқты сенің жүрегің, ол сенің тугисің. Ол дейтін қарапайым нәрседен басталады. Мысалы, сенің досыңыз хабарласты да саған, ертең бір вечеринка, туса болады дейді, там, пати, кеттік, hangout дейді да саған, мысалы. И сен тұрасың, жүрегің қаламайды. Бірақ сен достарың, блин, көңілін қалдырмайын, енді досым ғой, ладно, бара салайын, бәке, сәке дейсің да барасың. Это ты себя предаешь в этот момент. Ты себя не слышишь. Құдай айтып тұрған нәрсені естімей тұрсың. Ояққа барғаннан саған ешқандай эффект жоқ, ешқандай плюс жоқ. Бардың, келдің, минусқа кірдің, депрессияда жаттың. Каким-то образом. Потому что саған Құдай подсказка берді. Барма ояққа деп. Сен алдында бардың мысалы. Сондықтан да адам ақылшылар көп қой, саған келіп бүйт сөйтпе, анау дұрыс емес, мынау дұрыс емес дейді. Просто жүрегіңді тыңдау керек. Себе доверяйте, ребят, честно. Өздеріңе сеніңдер, өздеріңе сеніп көріңдер, өздеріңе сену дейтін бір Құдайға сену. Ал енді қателеспейсіздер. Осындай тығыз графикте өнермен айналысасыз, осындай кезде, мысалы, кішкентай балаңызға уақыт табыла ма? Қанша сағат, мысалы, өзіңіздің балаңызға күніне қанша сағат отырасыз балаңызбен? Таза. Таза ма? Ше ойланып көрмеппін. Білмеймін. Өзіңізге сонда бір мақсат қоясыз ба, мысалы, ой, балам жанында көп уақыт болмай кеттім, осы балам жанына барайыншы деген сияқты. Менде жанның тыныштығы бар. Менде бұндай нәрсе жоқ ішімде. Ондай жоқ. Менде баламмен өте бір тығыз коннект бар да. Мен оны 9 ай бойы көтерген кезде да, мен күнде медитация жасадым балама өзіме. Себебі маған бұл, я вообще мать года, если честно, былай қарасақ, мен бір түрлі мамам өзім. Мама деп өзім даже сезінбеймін. Әлі де сезінбейсіз ба? Өзіңізді ана ретінде? Вот менің мамам, конкретно мама. Даже Назардың өзіне ол мамалық махаббатын білдіріп тұрды. Прям картина болады, бесіктер отватқан. Вот менің мамам сондай идеальный мама. Ол бүкіл күшін махаббатымен мені солай өсірді. Менің идеалымда ана дейтін сондай болу керек. Күн-түн тамағын істеп береді, қасынан шықпайды, бүйтіп. Қазір Назарға менің мамам тура сондай. Күні-түні қасынан шықпайды, ешкімге бермейді, менің жаным деп өйтіп отырады. Ал менің Назармен дейтін, қалай айтсам болады, коннегім, ол кішкене басқаша. Қалай ол көрініс табады? Мен оны өзімше жақсы көрем. Мен оны өте қатты жақсы көрем. Мен оның тағдырына қатты сенем. Анасы емес, әпкесі ретінде қарайсыз ба? Ондай емес. Ол жерде ондай қате ой болар. Әпкесі емес, мен оны анасымын. Себебі ол маған келіп, ты мой друг деген ол да қате болады. Себебі мен оның бәрібір анасымын. Бірақ қанша жерден анасы болсам да, мен махаббатын басқаша білдірем. Мен махаббатын қалай білдірем? Мен мысалы өте көп съемка барысында былай шетелдерде көп жүремін. Мен вообще Қазақстанда өте аз уақыт боламын. Шыны керек. Постоянно бір поездкалар болады да. Қай жерде жүрсем де, менде іштей олмен бір связь бар. Мен күнде ол үшін дұға етем. Ең бірінші, тіпті мен Қағбаға барған кезде бірінші Назар үшін дұға еттім, мен махаббатымды солай білдірем. Мен махаббатымды ақшалай берем, өте көп. Мен махаббатымды жұрт жасамайтындай қылып берем да, басқаша. Мысалы, екеуміз бір-бірімізді көрген кезде сразу бірден түсінеміз да. Ол маған қарайды күледі, мен оған қарайды күлем. Басқаша да, мен оны сізге түсіндіре алмаймын, бірақ өзім түбі сезем. Бірақ қанша былай жүрсем де, мен бірталай уақыт өткізем. Қазір ол үлкейді, есейді, өзімен бірге
жүрсем спокойно Иә. болады. Бірақ тентек ешкім айтқанына көнбейді. Көнбейді. Да, настоящий телец. Ага. Тельцы. Иә, упертый. Упертый, да, невозможно. Просто. Упертый, но щедрый. Тельцы щедрые, вообще говоря. Ага, иә, Мен иә. весім, мен вообще гармония. Сіз гармонияны іздейсіз өмір бойы, иә? Иә. Мен егер өмірімде гармония болмаса, бітті. Мотивацияң бір шетке қалады, бір шетке. Ұлыңыздың есімі Назар, иә? Иә. Ал енді Назарға да Инстаграмда парақша ашып қойыпсыз. Тым болмаса осы ұлым ел назарында болмаса екен деген ой болған жоқ па? Жоқ. Мен оны білдім бәрібір. Почему-то мен Назарды бір Илон Маск сияқты тұлға ретінде көремін, да? Мен оған сенемін. Болашақта сонда елестетесіз. Да, эти мысли, возможно, для кого-то трэш, да? Біреуге кринж болуы мүмкін, біреуге мынау жындыма деуі мүмкін. Кім мне айтса, мен ешкімнің сөзіне сенбеймін. Мен ешкім біреудің айтқан сөзіне тәуелді болған адам емес. Мне все равно. Тіпті анаңыздың. Мне все равно, кто же, даже президент келіп маған бірдеңе десе да, мен ешкім тыңдамаймын. Мен өзім тыңдаймын, мен потому что менің ар жағымда бір Алла тұр. Мен бір Аллаға ғана сенемін, бір Аллаға ғана тыңдаймын. Егер маған сондай подсказка келіп тұрса, неге мен оны өшіру керекпін? Неге мен көпшіліктің айтқан сөзіне тәуелді құл болу керекпін? Егер мен өзім басым, өзім жүрегім, өзім санам, өзімнің иманым болса. И бір Аллаға дейтін махаббатым болса, мені ешкім өлтіре алмайды. Егер осындай нәрсе Дұрыс болса. айтасыз, иә. Сондықтан да мен даже если балам өсіп келе жатқан кезде мен оған айтамын. Мен саған сенемін, мен сені жақсы көремін. Сен қолыңнан бәрі келеді. Сен нағыз қазірдің өзіне біз оған чемпион дейміз. Ал қандай мақсатпен аштыңыз парақшаны? Ел көрсін деп па? Әлде кішкентай кезінен бастап өзі ақша тапсын, өзі дамысын дейміз. Аха. Ол қазіргі кезінде өзінің парақшасымен өзі табыс табады. Өзі жұмыс жасайды. Себебі ертең ол өседі, өскеннен кейін білмеймін, мүмкін Америкаға кеткісі. Өзіне де капитал жиналып жатыр. Өзіне капитал, өзіне ақша, өзінің личный кошелегі бар, и өзіне жинап жатырмын. То есть это его личное дело, мен шаруам жоқ. Ашып қойдым, рекламасын алам. Өте көп реклама түседі оған. Иә. Алам, ақшасын жинаймын, өскенде не істесе, о істесін, өзі біледі. Мен оған кіріспеймін. Дұрыс. То есть мен ойлаймын да, как мама, мен бұл нәрсені, бұл мен міндетім. Мен не істеу керекпін. Иә. Пусть ол 1 жасар бала болсын, 1 жасар бала болса да өзі үйренсін. Алдағы өмірін жоспарлап отырсыз кішкене. Себебі қазіргі кезде жасқа қарамайды ешкім. Байқайсыз ба, 12 жасар, 13 жасар адамдар қазір бизнеспен айналысып жатыр. Иә. Очень умные дети сейчас, олардың қасында сен өзің кейде бір түрлі сенесің. Сейчас поколение Z, миллениалы Z өте тез дамып жатыр. Негізі оларды кемсіту емес, солармен бірге өсіп кетті. Иә. Мысалы қазір, вообще айтады 90-шы жылдан бастап туылған, 90 мен 2000 жылға дейін аралықта туылған балалар, олар, это считается дети без возраста дейді. То есть даже келбетінен қарап та сен оларды 15 жаста ма, 25-35 түсінбейсің. Вообще түсінбейсің. Сондықтан да вообще сейчас люди, поколение без возраста, вот честно. Үлкен кісіне, қазіргі 13 жасар адам не мақсаты, планы, идеясы, структурасы бәрі бір қалыпта. Шынымен сізге қарап жасыңызды білмейміз, иә? Вот. Менің өзім ішкі состоянием, допустим, мен жас адам. Биологиялық жасыңыз қаншада деп ойлайсыз? Вот честно, мне комфортно, когда я ощущаю себя под 40, вот так вот. Вот 40 жас мен үшін қартайып кеткен жас емес. 40 жас это прям пик. Это пик возраста женщины. Потому что 40 жастағы әйел адамды мен көп зерттедім, да, соған ұқсастық менде көп. То есть ол адамдар біріншіден кез келген ойындағы затта тезірек өз тартылыс күшімен они умеют притягивать, они уверены в себе, они очень мудрые, да, они умеют ошибаться. Мен ошибка жасамаймын, идеальный демейді, они разрешают себе быть не идеальными. Максималистікті сезім, осы сезімді арылады, иә? Максималистік сезім. То есть мне комфортно. Бұл возраст менде балалық шағымнан бастап болды. То есть мен кішкентай кезімде дворда балалармен ойнамайтын. И мама да осыны байқайтын. То есть мен кейде бала, кейде дана дейді ғой. Это про меня. Әртүрлі боласыз. Кейде мен вообще 15 жасар бала сияқты еркелеп жүрем, өзімен өзім. Иә. Өтпейтін әңгімелерді айтып білмеймін. Прикол ұстап. Иә. Ал камерадан тыс қалатын, ешкімге ешқайда жарияланбаған сәттер бар ма? Бар ғой ондай. Менде өзім бір құпияларым бар, өзіммен бірге. Ешкім білмейді. Бар әрине. Ешкім білмейді, иә? Ешқашан көрсетпейсіз. Кім қанша ақша берсе де. Ондай секреттер әрине бар. Иә. Секреттер өте көп менде. Иә, түсінікті. Негізі мен өзім бір жүрген мистик адам ғой. Мен өмірім барлығы мистикамен байланысты. Өзіңіздің студенттік шағыңыз есіңізде ме?
есімде. Иә. Жақсы эмоциялар бірден ойға келе ма, әлде реакцияңыз қандай болады? Мысалы, студенттік шақ дегенде қандай ассоциация туады? Креатив. Креатив. Себеп мен музыкальный мектепті оқып, музыканы бітіріп, сразу киім дизайнеріне түстім. Иә. И ол жерде мен прям түк білген жоқпын. Менде білім болған жоқ. Мен художник болу үшін тіпті мольберт не екен, планшет не екен білген жоқпын. Краскалар бөлінеді екен дейтін нәрсе болған жоқ менде. Түк білген жоқпын. Иә. С нуля бастадым. С нуля бастаған кезде менің ішкі креатив әлемі өте қатты дамып кетті. Себебі краскамен жұмыс жасаған адам, картина салған адам, ол басқаша адам дамып кетеді екен. Креативі оянады. Сондықтан да бір кезде 1-2 жыл бойы мен өте нашар оқыдым, басында 1-2 жыл. Маған тіпті мынандай ұсыныс болған, сен актерскийге ауысып кетсейші дейді. Бұл сенікі емес деп па? Не істейсің, не позорься деді. Осы жерден қалдыра салшы деді. Бірақ мен өте қырсық адам. Қырсықтық мінез мамадан берілді. Мама бас шауып алса да ол до конца барады. Өз дегенін алады. Өзін деген бәрібір. Ешкім тыңдамайды. Қадалған жерден қаналатын адам ғой. Менде де сол қасиет бар. Мен бірдеңкеге қадалдым ба, мен оған жетемін. Мен осы мінезіме өте қатты ризамын. Бір Құдайым беріп қойған мінезі. Сондықтан да мен қадалдым. Я всем еще покажу дейтін менде ішіне установка болды. Сөйтіп дополнительно мұғалімдерге ақшасын төлеп, айына 200 мың теңге төлеп, киім тігуді с нуля үйрендім. Курстарға бардым, академияда. Себеп мен түк түсінбедім болады. Бірдеңге сіз тұрса да не істеватсыңдар деп тұратын. А жұрттар уже кәдімгі коллекция жасап жатыр да, а мен сыза алмай тұрмын карандаш ұстап. Ол жерде өте қиын болып, бірақ бір шетінен до такой степени менде мықты левелап, мен өте жақсы өстім. Потом мен алды Германияға 1 жылға оқуға жіберді академия. Өздері жіберді. Мен сондай қатты дәрежеде кәдімгі жақсы не істеп кеттім. Демек, нәтиже шықты ғой, нәтижені көрді адамдар. Нәтижеден бұның характерін көрген шығар, білмеймін. Нәтиже жаман емес болды. Бірақ мен Европада 1 жыл оқыған кезде, вот сол кезде менің мышлением, менің қазіргі, мысалы қазір мен өзім еркін отырмын. Ол сезіп тұрған шығар, осы еркіндік мінезді мен сол Европада жүріп өзіме тауып алған шығармын. Себебі бізде академияда барлығы былай өте дұрыс жүру керек қой. Дұрыс сөйлеу керек, дұрыс отыру керек. Бұның барлығы этика, эстетика түсінем, бірақ адам шынайы болған кезде, ол наоборот адам көзіне одан әрі сүйкімді болып көрінеді әрине. Сондықтан да қорықпа, қалай барсың, солай бол деген нәрсені мен сол болмыспен қабылдау керек адамды. Біз тіпті былай тамақ жеп отқан кезде біздің академияның ректоры жаныңа келіп отырып әңгімесін айтып тамақ жеп отырады. Ректор. Сол кезде бақ мен түсіндім, оказывается, так можно. Дистанция, субординация деген нәрсе жоқ қой. Субординация дейтін нәрсе болуы мүмкін, олар артық саған ешқандай сұрақ қоймайды. А бірақ, как сказать, телодвижение, да, скажем, осындай бір әрекеттері өте еркін. Сондықтан да бір шетінен ойладым. Түсінікті. Оказывается, так можно. Ал осы студенттік шақта үйленіп кетіп жатады, қыздарымыз, ұлдарымыз отбасын құрып жатады. Университетті бітіре салып, ой, күйеу алмай қояды, қазір жас кезімде үйленіп алайын деген ойлар да болады, мысалы студенттерде. Осыны дұрыс па, бұрыс па, қалай ойлайсыз? Сіздің көзқарасыңыз жалпы қандай бұл тақырыпта? Ерте үйлену керек па, немесе еуропалық халық сияқты адам іздену керек па? Үйленбесе де болады. Адам, қалай айтсам болады? Child free да болса болады, Болады. Біреу, мен үшін бұның барлығы тек қана стереотип. Честно, бұның барлығы стереотип. Әсіресе бізде бар ғой қазақтарда, қазақ десем өзіңе тиеді. Мен жақсы көремін қазағымды, бірақ бәрібір 20 жасқа дейін үйленіп қал, тез бала туып ал, бүйт сөйт деп айтады ғой. Бұның барлығы уже өліп бара жатқан стереотип. Қазір заман емес, қазір адамдар басқаша. Адамдар өте тез өзгеріп жатыр. Сондықтан да менің ойымша бұл әр адам өзінің жеке қабылдайтын шешімі. Егер сен абзалы чем ертерек біреудің айтқанымен асығыс үйленіп кетіп бала туып, ол баланы ұрып быт-шыт қылып состояниесін өсіргеннен гөрі child free болған одан 1000 есе артық. Бірнеше баланы дүниеге алып келіп, потом табыс жоқ болып отырғаннан гөрі, олар аштан өліп жатқанда, аштан өліп ауырғаннан көрі, лучше абзалы, пока өзің состояниең жасап, сөйтіп барып ақыл тоқтатып үйленген 1000 есе артық. Мысалы
қазіргі таңда біз жаңа Қазақстанды құрудамыз, иә? Осы тұрғыда блогерлеріміз қандай қызметті атқару керек, қандай рөлде негізі, маңызды рөлін атқара ма осы жаңа Қазақстанды құрып жатқан кезде мысалы? Сіздер не істей аласыздар блогер ретінде? Осы Қазақстаным дамысын, өрлесін, өрге жүзсін деген ниетпен. Блогер негізі былай қараған кезде это человек силы. Иә. Себебі ол әрбір блогерде подписчиктер бар. Ол подписчиктер ол блогерге просто так подписка деген нәрсені баспайды. Значит, ол блогерде бірдеңкені өзінен көрді, ұнатты, немесе ол адам бір сөз өтті, немесе ол адам бір поддержка өтті. Енді олар қоғамдық пікірдің көшбасшылары ғой, былайша айтқанмен, иә? Менің ойымша әр блогер олардың как минимум атқаратын миссиясы шынайы болу. Біріншіден шынайы болу. Маска киген адам ертелі-кеш маскасын барлығы түсет, қирайды, құлайды, білмеймін, бәрібір. Және ақшаның артынан жүгіре бермеу, иә? Мүмкін. Сатылынған блогерлер деп атап жатады қазір, иә? Көпке топырақ шашамыз мысалы. Жоқ, мен ойымша, наоборот, ақша табудың тұрғанда ештеңе жоқ. Себебі ол ақшаны да бір Құдайдың рұқсатымен ғана беріліп жатыр. Әркімнің несібесі дейсіз ғой? Конечно. Ол блогерге ақша келуінің себебі мүмкін ол блогердің ата-анасы өте жақсы адам, баласы арқылы келіп жатқан шығар табыс. Мүмкін, әрине, иә. Мысалы, менде де жақсы табыс табамын, Құдайға шүкір, блогинг арқылы. Бірақ ол да мүмкін кезінде менің анамның күні түні дұға етіп жылаған жақсы шығар. Мен білмеймін ғой. Қазір, мысалы, менің өзім неге табыс келеді? Себебі ол менің кішкентай баламның несібесі шығар. Себебі ол кішкентай періште. Ол Құдай оған несібесін беріп қойған. Сіз арқылы беріп жатыр. Ол несібе менің курстарым, менің рекламам арқылы келіп жатқан шығар. И мен ол мен жасадым, менің ақшам деуге мен қақым жоқ. Ол бір Құдайдың ғана беріп жатқан. Мен оны толықтай қабылдаймын. Сондықтан да каждый блогер, мен талай блогерді білем, мысалы ата-анасы өте үлкен көп кредит алғанда, соны жаба алмай өмір бақи қиналған. И бір кезде блогинг дамып кеткенде ол адамға реклама келіп, кредитін жауып тастады көмектесіп. Вот видите, везде есть свои минусы и плюсы. Сондықтан да менің ойымша әрбір блогер біріншіден шынайы болу керек. Екіншіден өзінің сөзіне айтқан пропагандасына мұқият болу керек. Себебі оны жастар, балалар бәрі қарайды. Үшіншіден, мысалы, қалай айтсам болады, көбірек ашық кәдімгідей ашық әңгіме ретінде жастарға, жалғыз ғана жастар емес, үлкен кісілер болсын, жастарға жақсы заттарды көбірек айту керек. Жақсы заттар, біреу мысалы имам, ислам жағынан айтады, біреу просто позитивное мышление дейтін нәрсе айтуы мүмкін, біреуі өзі қаншалықты ол адамға полезно болуы мүмкін, соншалықты полезно болуы мүмкін. Мысалы, мен адамдарға ең жақсы көп бере алатын дүнием, оказывается, ол біріншіден поддержка, екіншіден мотивация. Мен оны кейін түсіндім. Маған көпшілік айтпаса, мен оны білмейді екен. Сондықтан да осы затты түсінгеннен кейін мен осы заттарды көбірек айтуға тырысамын. Ары қарай дамытып жатсыз. Мен тіпті осы заттың барлығын біріктіріп, өзімнің мысалы курстарын жасадым. Ол курс просто ақша табудың жолы емес. Ақшаны и так былай да тауып жатыр, Құдайға шүкір. Ол жердегі мақсат ең бастысы адам осы курсты өтеді, өткеннен кейін кәдімгідей өзінің өмірін өзгертем дейтін ниет пайда болады. Керек емес, обида дейтін нәрсе, жұртқа реніш дейтін нәрсе, ол сенің арқаңдағы лишний груз. Олмен өмір сүру өте қиын. Өмір бақи сен біреуге обидамен өмір сүрген кезде, сенің қазіргі фокусың сол өткен шаққа кетеді. Сен Құдай 24/7 бір күнге адамға мынандай бір домалақ, инянды білесіз ғой? Инянь тәрізді мынандай купол не береді екен, энергия береді екен. Ол энергияға, менің энергиям мен Илон Масктың энергиясы бірдей. Просто Илон Маск умнее намного, себебі ол энергиясы қазір шаққа жұмсайды, қазір идеясына. А мен не істеймін, мен біреуге обидам бар, сол жаман энергетикамен жауып тастайсыз ғой. Біреуді өсектеймін, біреуді жамандаймын, жылаймын, сонымен ана келіп тұрған энергияны лақтырады. Мусорға тастайды. Дұрыс. Вот в чем моя ошибка, мысалы. Сондықтан да әр адам, не үшін мен айтамын, да, прорабатывать свои травмы, это, конечно, наверное, где-то правильно, но где-то нет. Өткен шақты қазбалай берсін, зачем лишний мусорды қазбалайсың деп ойлаймын да. Өткен шақ өтті, болды, ол сен тағыдан, сен оған мойынсынуың керексің. Әлде қайта одан абзал нәрсе, келіп тұрған энергия, фокусыңды қазіргі идея, проект, қазіргі өзіңнің мақсаттарыңды қой. Вот в месяц я хочу зарабатывать вот столько. В месяц я хочу, чтобы каждый человек, студент болсын, как минимум 20-30 лям табу керек. Это нормально, это возможно. Мысалы, қазір өте көп проекттер бар ғой.
кейбір адамдар тіпті уже универ ашып жатыр, кішкентай бір жылдың ішінде дамып көтеріліп жатқан адамдар бір көп. жылдың ішінде адам x 100 рет өсуі мүмкін. Иә. Это все зависит от вашего мышления, больше ничего. Вот честно, шынайы қаласаң, хотя бы тахаджуд уақытында тұрып сұрашы, осыны сұрақ, болды, ол саған беріледі. Так что деньги это не проблема. Это инструмент. Это инструмент, это ресурс. И деньги притягиваются к тем, у кого очень хорошая энергия. Қазақ Америка университетінің студенттері сіз үшін арнап блиц сауал дайындаған болатын. Осы сұрақтарға қысқа да нұсқа жауап берсеңіз. Хорошо. Ал бастаңыз. Блогерлік сүйікті хобби әлде мамандық? Сүйікті хобби. Блогерліктен түскен бірінші табысыңызды қайда жаратқаныңыз есіңізде ме? Есімде жоқ. Есімде жоқ. Жақсы. Үшіншісі, Айжұлдыздың жұлдызы кім? Жүрегім. Іштегі жүрегім. Мен солай түсінемін бұл сұрақты. Махаббат әлде мансап? Екеуінің қайсысын таңдар едіңіз? Махаббат. Алғашқы махаббатыңыздың есімі кім? Құпия болмаса. Құпия. Жарайды. Өзіңізді кешірімді адаммын деп санайсыз ба? Иә, 100%. Есіңізде мәңгі сақталып қалған қошемет сөз қандай? Яғни комплимент. Комплимент? Бір түрлі. Жауапсыз махаббатты бастан кешіріп көрдіңіз бе? Әрине, 2 рет болды. Сіздің ойыңызша кім жиі өтірік айтады? Қыздар әлде жігіттер? Қыздар. Не үшін олай дейді? Қыздар эмоциональный адамдар. Жігіттер кішкене салмақты негізі. Сыйлық бергенді жақсы көресіз бе әлде алғанды ма? Сыйлық берген жақсы көремін. Жақсы, рахмет. Айжұлдыз, ұлы Абай атамыз айтқандай, адамның жақсы болуы тегінде емес, тәрбиесінде, ақылында, білімінде. Сіз шынымен де текті отбасынан шыққан, білімді, өнерлі, 8 қырлы бір сырлы қызсыз, азаматшасыз. Жаңа ой бағдарламасына келгеніңізге үлкен рахметімізді айтамыз. Және осы Абай атамыздың даналығын берсін деген ниетпен сізге осы сыйлықты тартуға етеміз. Үлкен рахмет. Бұл бірінші рет осындай сыйлық алу, шыны керек. Қазақ Америка университетінің студенттеріне айтарым әрине бар. Ең басты айтарым, бұл әлемде, бұл дүниеде ештеңе қорықпаңыздар. Егер сіздерде идея болса, егер сіздерде сенім болса, түбі ол сенімге міндетті түрде жетесіздер. Ең бастысы сіздер әрекет жасауды тоқтатпау керексіздер. Нәтижеге жұмыс жасамаңыздар, нәтижені беретін бір Алла тағала. Ең басты сіздер әрекетті тоқтатпаңыздар, жасаңыздар, көріңіздер, қателікті көбірек жасауға тырысыңыздар. Себебі бұл өмірде қателік дейтін ең мықты ұстаз екен. Бұл өмірдің өзі тәрбиелегенде ешкім тәрбиелей алмайды. Сондықтан да қателік жасаған сайын қуаныңыздар. Себебі әр қателік сіздерді әлдеқайда жоғары деңгейге өсіре береді. Және де қандай дәрежеге жетіп өссеңіздер де қарапайым жан болып қалуды ұмытпаңыздар. Себебі қарапайымдылықтың ар жағында әлде одан артық, одан да үлкен неше түрлі біз білмейтін әлі талай есіктің кілтін ашатын үлкен кілттер жатыр деп ойлаймын. Сондықтан да барлықтарыңызға сәттілік, әрбір қазағым өсе берсін. Сіздерді бүкіл әлемдік дәрежедегі деңгейдегі адамдар ретінде көргім келеді. Я хочу, чтобы вы все были всемирными, известными. Вот как классно, да, отырасың, мысалы біз айтамыз ғой, Димаш Құдайбергеновті, я Геннадий Головкин. Жалғыз ғана бір-екі адаммен шектемей, көптеген адам болуын қалаймын да. Біз тек қана тілекшіміз. Барлықтарыңызға сәттілік. Рахмет.